Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 7 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 9-10 тақырыпты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Оқушылар, бүгін біз нәтиже сабақ көшпенділер ұрпағы деген тақырыппен танысамыз. Көшпелілердің ұрпағы кімдер? Көшпелілер бізге қандай мұра қалдырды? Қазақ қоғамындағы көшпелік тайпалардың атауы өте әріден белгілі. Мысалы, үйсіндер мен қаңлылар тарихы деректерде бұрын 2300 жыл бұрын аталса, Найман, Керей, Жалайыр, Қыпшақ тағы да басқа тайпалар тарих бетіне кейіннен бұдан 1200 жыл бұрын шыққандығы белгілі. Аталған қазақ тайпаларының біразы басқа туыстас халықтардың да құрамында кездеседі. Мысалы, Қыпшақтар, Қоңыраттар, Наймандар, Қаңлылар туысқан өзбек, башқұрт, ноғай, татар, мажар, венгр тағы да басқа халықтардың құрамында бар. Бұл қазақ тайпаларының көпшілігі әріден келе жатқан этникалық бірлестіктер екендігін және бұл тайпалар қандас туыстар бірлігінен гөрі этникалық, этносаяси бірлестік екендігінің куәсі. Содан бері қазақтың дәстүрлі мәдениеті мәдени, тарихи және этногенетикалық тұрғыда үздіксіз дамып келеді. Бүгінгі Қазақстан аумағын мекендеген көптеген тайпалардың бұл процеске тікелей қатысы болғандығы да күмәнсіз. Тыңдалым бірінші тапсырма. Өлеңді интонацияға сай мәнерлеп оқы. Дауыс ырғағы мен кідірістің дұрыс жасалуын, екпіннің дұрыс қойылуын қадағала. Айтылым тапсырмасы екінші тапсырма. Өлеңде қандай мәселелер көтерілген, өлеңдегі ақпараттар бойынша өз пікірін дәлелде. Менің ойымша, бұл өлеңде ата-бабаларымыздың қайсарлық, шеберлігі, батырлығы көрсетілген. Автор ұлы халықтың өткенін мақтанышпен жырлап өтер. Өлеңді сонау көшпелілерден бастап отыр. Неге десеңіз, өлең ішіндегі қаған, орда сөздері кездеседі. Әрі Тайбурыл, Керқұланы атау арқылы Қобыланды батыр, Кендебай батыр кездерінде сыр шертіп отыр. Өлеңнің түпкі ойы қазіргі халықтың есіне ұлы елдің ұрпағы екенімізді салып, рухты көтеріп, алға ұмтылдыру болып тұр. Үшінші тапсырма жазылым тапсырмасы. Көшпелілер мәдениетіне қатысты деректерді қатыстырып, үтір сызықша қойылатын сөйлемдерге мысал келтір. Көшпенділердің мәдениеті мен салтын сипаттайтын ең ірі қалалардың бірі Тараз қаласы. Қаңлылар жеріміздің оңтүстігін Сырдария, Арыс өзендері бойын мекен еткен. Сақ әйелдері үстіне ұзын етек киім киіп, омырау тұсына дөңгелек алтын тапсырмалар қадаған. Сақ, ғұн, қаңлы тайпалары қазақ жерін мекен еткен. Төртінші тапсырма. Айтылым. Өлеңдегі тыныс белгілердің қойылу себебін түсіндір. Тілдік бағдар сызықша. Сызықша бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылады. Мысалы, астық біздің байлығымыз. 3. Тақсан. Сызықша бірыңғай сөйлем мүшелерінен кейін келген жалпылауыш сөздердің алдына қойылады. Мысалы, мінезі де, түрі де, бәрі өзім. Сызықша төл сөзден кейін келген автор сөзінің алдында және диалогқа қатысушылардың сөзінің алдына қойылады. Мысалы, Сейіл кім? Біздің ауылдың баласы, деді қарт. Сызықша кейде қарама-қарсы мәнде айтылған сөздердің арасына қойылады. Сөз бергенге ерме, бөз бергенге ер. Төртінші тапсырма. Өлеңде үтір, нүктелі үтір, сызықша, нүкте сынды тыныс белгілері қолданылған. Өлеңде баяндауыштың тұлғалар, мағыналары теңдес, санамалаған сөйлемдер болғандықтан нүктелі үтір қойылған. Өлең ішінде үтірлер бір жай сөйлем аяқталған соң қойылып отырған, ал нүкте түгел бір ой аяқталған жерінде ғана қойылған. Өлең бойында бір ғана нүкте кездеседі, ал өлең соңындағы леп белгілер қуаныш кернеп, мақтанышпен айтылған сөздерден соң қойылған. Мысалы, шүкір, қайтадан көтеріліп келем. Оқылым тапсырмасы. Бесінші тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықта. Тақырыбын қойып, логикалық екпін түсіп тұрған тіркес сөздерді тап. Тақырыбы қазақ иесін аңқытқан мәртебе. Логикалық екпін мына сөздерге түсіптір. Қазақ, ділмар, халық, күйші халық, әнші халық, сұңғыла халық, пәтуа халық, бауырмал халық,
жомарттығын, ырзығы мен дәулеті, ақылына, қайратына ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. 6-шы тапсырма айтылым тапсырмасы, сұрақтарға жауап бер. Жазушы бұл мәтелді қолдану арқылы күллі қазақтың мәдениетімен таныстырып берді. Өте өнерлі халық екенін, дана халық екенін көрсеткісі келген. Осы сөзді қайталап қолдану арқылы халықтың көкем жадырап, әр төбенің басында жиын қылатынын айтқысы келген. Бар өнердің сол бір қазақ бойынан табылатынын жеткізгісі келген. Әрбір жаңа абзацты халықты әр қырынан танытып отырған, күллі мәтін бойына қазақ халқына мінездеме берген. Жазушының нақты фразеологизмдерінен байқалады. Сөзі сай сөзге тоқтаған. Жазылым 7-ші тапсырма. Мәтін бойынша тірек сызбаны әрі қарай жалғастырып толтыр. Жұпқа бөлініп, бір тақырып төңірегінде пікір алмасыңдар. Күйшілік өнер. Домбыра, қобыз аспаптары ежелден келе жатқандықтан күйшілік өнер дамыған. Әр үйдің төрінде домбыра ілініп тұрған. Күйшілік өнер ежелден қазақ әнге мән берген, әннің мағынасына терең бойлаған. Біздің ұлтымызға әншілік өнерімен танылған сал-сері әншілер қаншама. Даналық, көрегенділік, көпті көрген көз қариялары сондай дана болған. Өткенді ұмытпай ұрпаққа жеткізіп, алда не болатынын да айтып отырған. Жазылым 9-шы тапсырма. Мәтіндегі етістіктің жүктік жалғауларын кестеге салып көрсет. Бұл мәтінде етістіктерге екінші жақ жүктік жалғау жалғанған. Сен келсең, сен қаласың, сен сөйлесең, сен көресің. Етістіктерге үшінші жақ жүктік жалғау жалғанған сөздер де бар. Ол сөйлесе, ол қарады, ол ұшырды, ол болды. 10-шы тапсырма. Бұл өлеңде жетім аталып өткен. Сөз тыңдау үшін айтылады, ал егер ол тыңдалмаса, айтудың да қажеті жоқ. Бұл жерде кез келген айтыла салған сөз туралы емес, ақылды ойлы сөз тыңдаушысыз қалса деп тұр. Қысқаша айтқанда, бұл өлеңде барлық нәрсеге өз орнымен болғаны жақсы екендігін айтқысы келген секілді. Бос жатқан жерге ие керек, басшысы жоқ ел болып та қоймас. Аққуынсыз көлдің сәні кірмейтіні айдан анық. Ердің мақсаты да жерді қорғау. Қорғай алмаса мақсатына жете алмады деген сөз. Жеті жетімді айтып, ата-бабаларымыз халықты осылардан сақтандырғысы келген. Жазылым 11-ші тапсырма. Көшпелілер мәдениеті деген тақырыпқа эссе жаз. Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді дұрыс қойып жаз. Көшпелілер мәдениеті. Көшпелілер өте ұлы, дана халықтар. Көшпелілердің мәдениетте жоғары болған. Оны тарихи деректер көз дәлелдеп отыр. Мәдениет дегенге не кіреді? Осы сұраққа жауап іздесек. Біріншіден, мәдениет бұл тіл, жазу, сөйлеу тілі. Жазуы дамымаған елдің ойы таяз, санасы төмен болады. Ал көшпелілердің тілі де болды. Тіптен жазу да жазылды. Ғасыр өткен сайын бұл екеуі үсті-үстіне дами түсті. Екіншіден, мәдениет бұл салт, дәстүр, әдет-ғұрып өнері. Салт барлық елде болған. Салт көбіне сол топ өкілдерінің сезіміне байланысты туындап жатады. Әдет-ғұрып та дәл осы секілді. Ал өнер саласы дегенге ғұндардың ұлттық ойындар ұйымдастырған көруімізге болады. Көшпелілер тек қана мал соңынан ермей, санасын дамытып, ел үшін өнерге толтырып отырған. Үшіншіден, мәдениет бұл киім кию үлгісі. Көшпелілерде өздеріне ғана арналған киім үлгілері болған. Және жас кәрі бір үлгіде емес, әрқайсысы өз жасына лайық киім киген. Әрі сол киімдерінің сәніне де айрықша мән берген. Түрлі ою жапсырмалармен сәндеген. Түйінге келе көшпелілерде мәдениеттің болғандығын және уақыт өткен сайын оның жаңарып дамып отырғандығын айтқым келеді. Сонау ғасырлар бұрын пайда болған мәдениет біздің қазіргі мәдениетіміздің ірге тасын қалаған. Екінші тапсырма. Шығу парағын пайдаланып, сұраққа жазбаша жауап бер. Тақырып бойынша көшпелілердің өмір салты мен мәдениетінен. Мен үшін бұл бөлімдегі әрбір жаңа мәтінді оқып, жаңа дүниелерді білу өте маңызды болды. Орташа деңгейде, себебі бұл тақырып аздап ауқымдырақ тақырып болғандықтан талқыланбай қалған тұстары да болған секілді. Сөйлем ішінде қолданылатын тыныс белгілерді меңгере алдым, бірақ әлі де бұл тақырыпты білімді шыңдай түсу қажет. Көп фразеологизмдермен танысып, олардың мағынасын ұғындым, қай тұстарды қолдану керек екендігін түсіндім. Сау болыңыздар.